Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясы. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар? Мен директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Балқыбекова Гүлмира Қонысбекқызы. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан Халықтар Бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты мерекені қашықтықтан өткізуді жоспарладық. Қалайсың қызым? Сабақтарыңды түгел орындап біттің бе? Анашым, орындап біттім. Анашым, алда 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі келе жатыр екен ғой. Соған байланысты ұстазым эссе жазуды берді. Анашым, біздің Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бар ма? Және олар бізге қалай келді? Расында қызым, біздің қазақ жерінде 130-дан астам ұлт өкілдері киелі шаңырақ астында тату тәтті береке бірлікте бейбітшілікпен ынтымақта өмір сүріп жатыр. Олар қиын кезеңде түрлі себептермен біздің қазақ жеріне көшіп келді. Mustan kelin sadosi olkin yosh hur ulkan yuraklarda mavash urar erkin ozod har kimning. Do'stlikdir bizning shior, uyimiz ham bir vatan, ota bobodan meros, bir